Hi, I'm Жаннур Жолдасхан, your English teacher. Сәлеметсіз бе? Мен Жаннур Жолдасхан, сіздің ағылшын тілі мұғаліміңізбін. Біздің бүгінгі сабағымыз тәжірибелік ағылшын тіліне арналады. Яғни біз ағылшын тілінде екі кісінің диалогын аударып, оның айтылуын үйренетін боламыз. Бірінші мен диалогты басынан аяғына дейін асықпай оқып шығамын, ал сіз сөздердің қалай оқылатынын мұқият қарап және тыңдап отырыңыз. Артынан аудармасын және сөйлемнің қолданылуын сізге түсіндіретін боламын. Одан кейін сіз екеуміз бірге ақырындап айтып үйренетін боламыз. Сонымен бастайық. Hi, how are you doing? I'm fine. How about yourself? I'm pretty good. Thanks for asking. No problem. So how have you been? I've been great. What about you? I've been good. I'm in school right now. Good luck with school. Thank you very much. Енді мен бұдан да ақырын айтамын, сіз менің артымнан қайталаңыз, және астында аудармасы да беріледі. Дайынсыз ба? Бастайық онда. Hi. How are you doing? Сәлем, қалың қалай? I'm fine. How about yourself? Жақсымын, өз қалың қалай? I'm pretty good. Thanks for asking. Менде бәрі тамаша. Сұрағаныңа рахмет. No problem. So, how have you been? Оқасы жоқ. Сол кездегі жағдайың қалай болды? Яғни, бұл екі кісі бір-бірімен ұзақ уақыт көріскен жоқ. Енді ол кісілер қазіргі жағдайын сұрастырып алды ғой. Енді олар бір-бірін көрмеген уақыт аралығында бір-бірінің қал жағдайы қалай болды, соны сұрап отыр. I've been great. What about you? Көрдіңіз бе? What about дедік. What about you деп оны жеке-жеке айтқан жоқпыз, өйткені олар сөйлеген кезде, тез-тез айтқан кезде сөздерді т деген ол қатты т болып қалмайды. Д-ға айналады да what about you? What about you? Тез сөйлеген кезде солай болып кетеді. Менде барлығы тамаша. Өзіңізде ше? I've been good. I'm in school right now. Менде де барлығы жақсы. Мен қазір мектептемін. Good luck with school. Мектебіңе сәттілік. Яғни тура аударған кезде мектебіңе сәттілік деп айтуға болады, бірақ бізде қазақ тілінде олай айтпаймыз. Былай аударуға болады оны. Мектепте уақыт өткізесіз ғой, сол уақытыңыз сәтті өтсін. Яғни мектепте жүрген кезіңізде барлығы сәтімен болсын деген мағынада. Thank you very much. Көп рахмет. Осымен бүгінгі тәжірибелік ағылшын тілі сабағымыз аяқталды. Мен сіздің жасыңызды және ағылшын тілін меңгерудегі деңгейіңізді білгім келіп отыр. Оны астына пікір бөліміне жаза отырсаңыз. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. See you in the next video. Bye.